Әр қазақ Құдайдан сұрауы керек нәрсе. Құдайдан рақым, пайғамбардан шапағат, қадырдан бата, аңшыдан сыралғы, сырқат жанның көңілін, қарттың қал жағдайын, жетімнің жай күйін, саудың амандығын, ағайынның бүтіндігін, олжадан тәбәрік, қонақтан бұйымтай. Ешкімнен ештеңе дәметпеуді, ешкімнен істеген жақсылығыңыздың қарымтасын күтпеуді үйреніңіз. Егер мақұл іс істесеңіз, шын көңілден және міндетсіз қылыңыз. Сонда өзіңізге де өмір сүру 100% жеңіл әрі оңай болады. Егер бүгін жүруді бастамасаң, ертең жүгіруіне тура келеді. Бәріне ұнауға әрекет етпе, себебі мұның ләжі жоқ. Наданмен сөз таластыруға уақытыңды сарп етпе. Ең жақсы киімдеріңді бүгін ки, жақсы көретін тағамыңды бүгін дайында. Айтқың келген сөздеріңді бүгін айт. Қолайлы уақытты күтпе, ол ешқашан келмейді. Өзіңді және өміріңді өзгемен салыстырма. Әйтпесе ешқашан бақытты бола алмайсың. Сені өз мақсаты үшін пайдалануды көздейтіндерден аулақ жүр. Құс тірі кезінде құмырсқаны жем етеді, ал құс өлгенде өзі құмырсқаға жем болады. Қаншалықты күшті болсаң да, уақыт сенен де күшті екенін ұмытпа. Ақылды адам көпті білетін адам емес, өзін білетін адам. Дүниеде еш нәрсе бүгінгі күніңнен қымбат емес. Дүниеде әр түрлі ұрылар арасында ең жаман ұрылар ақмақтар, себебі олар уақытың мен көңіліңді ұрлайды. Білуші сөйлемейді, сөйлеуші білмейді. Көз соқырлығынан көңіл соқырлығы қиын. Ақылды адам өмірде 3 нәрседен қашады. Жастығында мәнсіз күлкіден, орта жаста жанжалдан, кәрілікте аш көздіктен. Қателіктің ең оңай жолы бұл көпке еру. Адам алғашқы 2 жылда сөйлеуді, қалған өмірінде үнсіздік сақтауды үйренуі керек. Егер адамның досы аз болса, демек өмірлік тәжірибесі мол. Күлуді білмейтін адам бақытсыз адам, ал жылауды білмейтін адам 2 есе бақытсыз. Шыншыл адамның бір ғана әлсіздігі бар, оны алдау оңай. Ақыл үлкен қазына, оны қаншалықты көп қолдансаңыз, соншалықты толыса береді. Кейде 32 тіс бір тілге иелік қыла алмай, басы бәлеге қалады. Дүние тәшбіштерінен тойып кетсеңіз, кексе адамдарды зиярат етіңіз. Сонда дүниенің мәңгілік еместігін көріп, көңіліңіз жай табады. Ертеңгі күннің қамы жүрегіңізді қысса, сәбиді бауырыңызға басыңыз. Сонда дүниенің мәңгілік екенін ойлап, жүрегіңіз нұрланады. Жеңілгендерден көрі берілгендер көп. Дүниедегі ең оңай іс бұл ақыл айту. Сол үшін болар, мұнымен айналысатын адамдар өте көп. Егер отынды өзің жарсаң, ондай үйің 2 есе жылы болады. Егер сіз қолымнан бір нәрсе келеді десеңіз, онда сіздікі жөн. Ал егер қолымнан ештеңе келмейді десеңіз, онда тағы да сіздікі жөн. Үлкендер жастарға ақшаңды үнемде деп кеңес береді. Бұл өте жаман кеңес. Ақшаны үнемдемеңіз. Ақшаны өзіңізге инвестиция жасаңыз. Адам өсуге ұмтылуды тоқтатқан күні өледі. Миыңызды өзіңіз басқармайды екенсіз, оны басқалар басқаруға өтеді. Жұрттың бәрі сізді жақсы көре бермейді. Мұны өмір дейді. Ешкім сіздің орныңызға өмірлік қиындықтарыңызды шешіп бермейді. Ол үшін өзіңіз әрекет етуіңіз керек. Өзіңізді қалай барсыз, солай ұстаңыз. Өзіңізді өзгелердің алдында жақсы әрі сыпайы етіп көрсету күлкілі әрі жасанды көрінеді.
Тәуекелге бел буа алмайтын адам өмірде ештеңеге жете алмайды. Сөзіне емес, амалына сеніңіз. Әрбір нәрсе өз уақытында келеді. Бұл үшін сіз сабырлы әрі сенімді болыңыз. Біреуге қаншалықты қадірлі екеніңізді уақыттың өзі көрсетеді. Жүрегі таза, мейірімді адам екендігіңізге күйінетін кездеріңіз болды ма? Бірақ олай етпеңіз. Жақсылық ешқашан жерде қалмайды. Адамның істеген жақсы амалдарының бәрін жоққа шығаратын екі амал бар. Бірінші ғайбат айту. Екіншісі Алланың біреуге берген нығметін қызғанып, оған қастық жасау, көре алмау. Ғайбат дегеніміз біреудің сыртынан әңгіме айтып, оның айыбын ашу. Құран кәрімде ғайбат айтуға, біреудің көңіліне қаяу түсіруге қатаң тыйым салынады. Және ғайбат айту өз бауырыңның етін жегенмен тең екенін ескертеді. Біреуді жамандап айтқан сөзіңіз күндердің күнінде өз алдыңыздан шығып, қиындыққа тап болуыңыз мүмкін. Көре алмау, қызғану, Құдайдың біреуге берген дүние мүлкін, қуанышын қызғану да адам бойындағы ең жағымсыз қасиеттің бірі. Қайта өзгенің қуанышына ортақтасқан адамға да сондай қуаныш пен нығмет жұғысты болады деген сөз бар. Сондықтан көңіліңізді кеңге салып, туысыңыздың, досыңыздың қуанышында олардың жанынан табылып, жақсы тілек тілеңіз. Жақсымен жанассаң, атаққа ілінерсің, жаманмен жанассаң, шатаққа ілігерсің. Адам жылқы мінезді, бір күнде түлейді, бір күнде жүдейді. Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Көпті сыйлағаның, өзіңді сыйлағаның. Кедейге қарыз бер де, амандығын тіле. Айырылмастай досыңа қайырылмастай сөз айтпа. Азаматтық жасай алмаған адам бұл өмірге келмеген адаммен бірдей. Жақсы атың мәңгіге қалсын десең, сүрінгенді сүйеп қой. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің. Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш. Анығын айту адалдық, ала сөйлеу арамдық. Кекшіл болма, епшіл бол. Есіктен орын тапсаң, төрге озба. Таспен ұрғанды аспен ұр. Қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтер. Кішіпейілділік кісінің көркі. Ақылың болса, арыңды сақта, ар ұят керек әр уақытта. Ұлық болсаң, кішік бол. Жүзігің алтын болғанша, жүзің жарқын болсын. Асыңа тойғызбасаң да, ақ ниетіңе тойғыз. Қол ашықтың жол ашық. Жат мінезді адамнан жаныңдағы ит артық. Көңілім келсе, көлдеймін, көңілім келмесе, шөлдеймін. Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін. Сүтпен кірген мінез сүйекпен кетеді. Жартыны жарып жеген татулықтың белгісі. Ауыз ашса, сыр көрінеді, есігі ашса, төр көрінеді. Тойсаң, тоба қыл. Саудың асын ішіп, жындының ісін істеме. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында. Ауру кетсе де, мінез кетпейді. Тілеу керек нәрсе, барға тәуба, жоққа сабыр, ауырға төзім, жақсылыққа алғыс, болашаққа сенім, жетістікке шүкір, өткенге салауат, қалғанға береке, басқа амандық, денге саулық. Бардың қадірін білгенге бақ қонады. Бәле бір ауыз сөзден басталып, бітпейтін дауға жалғасып, қаншама адамның арасын бұзады. Отбасыларды ойрандатады. Бәле іздеген бәлеге жолығар деген сөз бар. Сондықтан сөз қуаламай, біреудің айтқан сөзін өткізіп жіберуге тырысыңыз. Беру керек нәрсе: үлкенге сәлем, қуанқанға сүйінші, қуанышқа шашу,
соғымнан сыбаға, егіннен кеусен, малдан көгендік, балаға базарлық, кейінге байғазы, сәбиге көрімдік. Төркіндеген қызға қалауын, жаңа көршіге ерулік, досқа естелік, жетімге қол қайыр, мүсәпірге садақа, байлықтан үшілен үйлестіру, тойға сияпат, жас босанған анаға қалжа, сағынғанға сәлемдеме. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.